Баршаңызға сәлем. Бүгін осындай өте жеңіл, тез дайындалатын, кәдеден жасалатын рулет рецептісімен бөліскім келіп отыр. Каналыма тіркеліп, лайк баса отырыңыздар. Кәдеден 2 данасын аламыз. Кәді ол орыс тілінен аударғанда кабачки, қажет емес бөлшектерін кесіп алып тастаймыз. Теркадан өткізіп, қолымызбен сығып, артық суының бәрін алып тастаймыз. 2 дана кәдеден осынша көлемде сұйықтық шығады, бұл бізге қажет емес. 3 жұмыртқаны қосып, тұз, қара бұрыш, құрғақ чесноктан қосып, үстінен қаймақтан құйып, жақсылап араластырып аламыз. Қажет азық-түліктердің керек мөлшері видео астында жазылған, көріп алсаңыздар болады. Біріктіру үшін аздап ұнынан қосамыз, араластырамыз. Пергамент қағазының бетіне май жағып аламыз. Және дайын болған қоспамызды біркелкі етіп жайып шығамыз. Қызып тұрған пеште 170-180 градуста 15-20 минуттай пісіріп аламыз. Плавленный сырға аздап қаймақты қосып, араластырып дайындап қоямыз. Бұл бізге бетіне жағу үшін қажет. Пісіп шыққан кәдіміздің бетіне жаңа дайындалған қоспамызды біркелкі етіп шұқалап жағып шығамыз. Достар, плавленый сыр болмаса мүлдем қоспасаңыздар болады. Қаймақтың орнын майонезбен алмастырсаңыздар болады. Жалпы бетіне жағатын қоспаны кез келген үйде қандай өнім бар, соны қолданып жақсаңыздар болады. Мен бүгін қызанақ пен болгар бұрышын қолдандым. Укроп, петрушканы да жұқалап сеуіп қойсаңыздар болады. Осылай бәрін біркелкі етіп бетіне бөліп қойып шығамыз. Қызанақ, болгарский бұрышты жұқалап турап, аз ғана көлемде майға қуырып та қосып жіберсеңіз болады. Осылай рулетті орап, соңында фольгаға немесе пищевая пленкамен холодильникке 2 сағатқа қойып қоямыз. Мен мұнда көп ұстамадым, жарты сағат қана ұстадым. Аздап аз болып қалды уақыты. Осындай дәмді рулетіміз дайын болды. Сіздерге ас болсын.